қаламгер академиктің 55 жыл бойы тоқтау көрмеген жүйрік қаламсабымен күнделікті жазбалары жазылған ақпараттардың бір жыл бойы үнсіздікке оранғанның куәсі болып отырмыз. Емхана кереуетінде жатып, әлсіз саусақтарымен саралап, көңілі мен көзін тояқтатқан, сол күні ғана баспадан шыққан Айсырға кітабы да иесін іздеп аласырып жатырғандай. Тарлан тартқан шағында да көсілтіп, шабыттың бабына мініп, көкірегіне қонақтаған, көлден де көлемді, шетінен шығып шегіне жет алмай жүрген, сүрленген дүниелерді тағы тізбектей бастаған. Мақсаты да біреу, ой санасындағы ойлағанын сарқып жазу еді. Өткен жылдың мамырындағы бидасын сүйреткен, бозмаядай тарпаң басып жеткен 75-і жалғанның хабаршысы болып шықты. Атырау аймағымыздың арғыда бергі тарихын тереңдете зерттеген суреткердің аяқ асты төсекке танылғанына аң-таң болып отырғанымызда, қошалақта туған қызғыш құс қайтып оралмайтындардың қара аспанына қарай жеделдете ұшып бара жатты. Біздің өлкенің әдебиеті мен руханиятының тарландары Ойшығыл Жылқышиев, Айтқали Нұрғалиев, Рахымжан Отарбаев, Ғарифолла әнестері кеткен жаққа, басы толып тұратын түйде бойға, Тәңіртауға апарар күйме қайда, ұшқан құспен қаралы хабар жетті, Қошалаққа 5 шоқы Жидебайға. Ақын Нұрым Ерғалиев. Құрманғазы ауданының мақтанышы болған әйгілі жылқышы, социалистік еңбек Әлімгерей Смағұловтың шаңырағында 1949 жылдың мамырында дүниеге келген ұлды тағдырдың ең ауыр қасиеті қарсы алып, аяқ асты мина шанасы көз жұмғандықтан, бүлдіршін бала ана сүтінің дәмін, асыл жанның мейірімді шуағын сезініп те үлгермеді. Құм нарында асау баптап өскен боз баланың алысқа көз тіккен армандар бастауы алдамады. 1968 жылы Қазақтың Абай атындағы Ұлттық педагогикалық университетінің филология факультетіне оқуға түсіп, көкірегін торлаған тылсымы мол таланттарын Алатау бөктерінде жарқырата түсті. Білім ордасы қабырғасында бірге оқып, кейіннен ұлтымыздың ұлылары тізбегінен орын алған көрнекті жазушы Әлібек Асқаров, ұлттық айтыстың ақтаңгері Жүрсін Ерман, айтулы ақын Айсұлу Қадырбаева, қазақ журналистикасының айталманы Жанат Елшібек, тағы өзгелермен бірге журналистика саласындағы алғашқы дүниелеріне қалам тербей бастады. Үлкен өмірге деген алғашқы қадамын киелі Маңғыстау өлкесінің Бейнеу ауданынан мұғалімдіктен бастаған Өтепберген Әлімгерейұлының кеңейіп өркендеу жылдары облысымыздың басты айнасы Атырау газетімен тығыз байланысты. 23 жыл бойы осы басылымның қатардағы әдеби қызметкерінен басталған саралы жол бас редактордың орынбасарлығына дейінгі сатыларға жалғасты. Газеттің жүрегі журналист, тірегі оқырман деп ұғынған журналист жігіт
үнемі ауыл аймақтағы тұрғылықты ел халықтың ортасында болып, еңбек адамдарының маңдай терлі табыстарын, өнерпаздардың сахнадағы шеберлігін, мұғалімдер мен дәрігерлердің өз мамандығына сай жетістіктерін әсерлі насихаттай білді. Ол осы жылдары ұлттық тарихымыздың сырлы шежірелерін зерттеуге батыл қадам жасап, қазақ елінің өнегелі тұлғалары Керей Жәнібек, Абылай, Әбілқайыр, Бөкей, Жәңгір хандардың, Мағаш Қасым Бекмұхамбетовтердің өмірлері мен қоғамдық қызметтерін ашық айқындайтын алаш аңсаған азаттық, Бөкей хан, Мақаш Әкім және ағайынды Шынтаевтар тағы басқалай тарихпен бестеленген кітаптарын қалың оқырманға тарту етті. Атырау облысының барлық аймақтарына жаяу аттанып, тарихтың ашылмай жатқан арналарын көзей білді. Көргенін сары дәптеріне тізіп, түсіне алмағандарын толықтыру үшін көзі қарақты қариялардың, тарихпен тілдескен зиялылардың босағасын тоздырды. Орал мен Атыраудың мұрағаттарын сарқа пайдаланып, үстірт пен үйшік, азау арасы, дала даусы, сарайшық, айналайын ата жұрт деп аталатын зерттеу кітаптарын шығарды. Ол көне сарайшық қаласы жайлы туған елімізде алғаш боп қалам тербеген ғалым өлкетанушы. Қанша туласа да тыпыршып тыным таппайтын асау тұлпардар сынды уақытпен арпалса, алға ұмтылған өлкетанушы Әлімгереевтің қаламгерлік қорынан алтын орда дәуірінде көне сарайшық қаласында жерленген және осы өңірде өмір сүрген хандар мен Сырым Датұлы, Исатай, Махамбет, Үбі, Пыштанай, Тұрлан батырларды, Малайсары мен Бөкен билерді, Құрманғазы, Дина, Сейтек, Түркеш, Соқрешан, Ерғали тағы басқа күйшілер туралы барлығы 150-ден астам ғылыми зерттеу еңбектері әр жылдары республикалық газет-журналдарда жарық көрді. Бұл еңбектерге аймағымызда ғұмыр кешкен өнер тарландары мен жыр сүлейлері, сал-серлердің өткен өмірлерін өрнектейтін 13 кітапты қоссақ, Өтепберген Әлімгерейұлының қаламгерлік дәуірінің шың басына дейін жеткенін ыстық ықыласпен мойындай түсеміз. Осы тұста Арқалы ақын Нұралы Әжіғалиев сыйлас інісіне арнап, туған жердің білесің сайсаласын, ойы қырын зерттейсің айдаласын, асау Тұрлан Мақаштар аздық етіп, Құрекеңнің тінтідің айналасын. Өтепберген Әлімгерейұлы әр жылдары облыстық өлкетану музейі директоры, ескерткіштер мен тарихи мұраларды қорғау инспекциясының басшысы қызметтерін атқарумен қатар 1990-2008 жылдар аралығында Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясы акционерлік қоғамының Атырау облыстық филиалында директордың орынбасары лауазымында болды. Аймақтағы телевизия саласының алғашқы ұйымдастырушыларының бірі болған ол, көптеген жаңа бағдарламалардың, деректі фильмдердің тұсауын кесіп, телекөрермендердің алғысына бөленді. Жақсылардың жаршысы болуға жаны құмар, творчествоның 8 қырлы тарланы атанған Әлімгереев, Махамбет атындағы академиялық қазақ драма театры, Нұрмұхан Жантурин атындағы облыстық филармония, Дина Нұрпейісова атындағы академиялық оркестрді еңбек етумен қатар, осы ұжымдардың көркемдік кеңестерінің, облыстық және қалалық ономастикалық комиссиялардың
белсенді мүшесі болды. Үнқағаз бен телеарнаның төресі, сен едің ғой бүйік тұрған өресі. Өзің қаттап кеткен тарих қатпары, ел қорына сөгілмейді көбесі. Ақын Төлеген Жаңабаев. Қазақстан халқы ассамблеясының бірнеше мәрте мүшесі болып сайланған академик қаламгер 18 жыл бойы дүниежүзі қазақтары қауымдастығы Атырау филиалының басшысы бола жүріп, Атырауға іргелес жатқан Ресейдің Астрахан облысы және Қалмақ АССР-індегі бауырлас қазақтармен тығыз байланысты жұмыстар жүргізді. Осыған орай аталған өңір қазақтарының арғы-бергі тарихы, негізгі кәсібі, салт дәстүрі, мәдениеті жайлы еділ жайлаған қазақтар, үлкен шаңырақтың уықтары, шекара асқан қандастар кітаптарын баспадан шығарды. Ғылым мен білімнің кәусар бұлағынан нәр татып, жан дүниесін үнемі жаңғыртып жүретін Өтепберген Әлімгерейұлы Қазақстан Республикасы ұлттық жаратылыстану ғылымдары академиясының академигі атанумен бірге Қалел Досмұхамбетов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің доценті, Атырау инженерлік гуманитарлық институтының академиялық профессоры атақтарын иеленді. Халықаралық Махамбет атындағы әдеби сыйлығының, Атырау облысы әкімінің, Тауман Амандосов атындағы және 3 мәрте Қазақстан журналистер одағы сыйлығының лауреаты атанған танымды тұлға, еліміздің, өңіріміздің әлеуметтік экономикалық және тарихи дамуын баспасөз және ақпарат құралдарында көрсетудегі үлесі үшін республиканың құрметті журналисі, баспасөз саласының үздігі, тіл жанашыры, үздік өлкетанушы төс белгілерімен марапатталды. Адами ұғымда ұллар тұғырын өзі тұрғызады, ескерткішін халқы қояды деген сөз бар. Өз тұғырын дамылсыз еңбегімен тұрғызған, ел жұртының назарын өзіне бұрғызған, тарихтың тамыршысы атанған өлкетанушы қаламгердің еңбегі Қазақстан Республикасының құрмет орденімен, Ресей мемлекетінің бірнеше мерекелік медалдарымен ылғалған. Республиканың құрметті ардагері, Атырау облысының және Құрманғазы ауданының құрметті азаматы Өтепберген Әлімгереев өткен сара жол, ұйқыда жатқан тарихтың тереңіне үңіліп, көз майын көлдеткен, дәйектеме дәлелдерімен өшкенді қайта сөйлеткен, жоғарыдағыдай жалынды жылдардың жылнамаларынан құралады. Қошалағай әр бұтасы айдарлары кекілді, жақсы ақынның қолтаңбасы секілді, төбазбекен, таудан биік затары, тауазбекен, асыраған атағы, бұл да соның бірі болып жатады. Ақын Жұмекен Нәжмеденов. Асыл ағаны мәңгілік құшағына беріп, қайта оралғанымызда, іле шала алыстағы азғыр жақтан, қарауытқан қошалақ жақтан қара бұлттар көрініп, аспанды торлап алып. Талантты перзенттерін жоғалтқан сәтте, тау тектес көкшіл төбелердің көшкіні, қара бұлтқа айналып, кейде осылайша мінез танытады деуші еді. Құбылмалы дүние деген осы.